Сәлем достар, бауырдан өте әдемі дәмді салат дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін бірге болып тіркеліп отырыңыз. Үштен өткерілген сәбізімізді үстіне аздап тұз, көз мөлшерінде, үстіне алмалы уксусымызды аздап құятын боламыз. Үстіне кориандр қостым мен пирожаба өте дәмді, ерекше қылады. Үстіне қызыл ашбұрыш, аздап паприка қосып, жақсылап араластырып, бетін жауып, 10-15 минутқа қоятын боламыз. Сәбізіміз дайын болғанша бауырымызды салонка қылып турап, осылай әдемдеп турап аламыз. Өзіңіздің қалағанша турасаңыз да болады. Шала піскен бауыр болуы керек. Қатты пісуі қажет емес. Жуамызды ірі салонка қылып турап аламыз. Турап болғанымыздан кейін табамызға аздап май құйып қыздырып, бауырымызды осылай қызыл түске келгенше қуырып аламыз. Үстіне жуа бір чесногымызды қосып, аздап тұз себелеп, жуамыз өлгенше аздап қуырмалап аламыз. Дайын болды. Алдыңғы сәбізді массамыз үстіне осылай ыстықтай үстіне қосатын боламыз. Астындағы майының көп қосуымыз қажет емес. Осылай қосып болғанымыздан үстіне өзіңіздің қалауыңызды көкөністер қоссаңыз болады. Осылай жақсылап араластырып, тұзды жеңіл болса тұз қоссаңыз болады. Мен онда қатты қосып не істемедім. Ашық қалесеңіз қоссаңыз да болады. Дайын болды салатымыз. Тарелкамызға әдемдеп салатын боламыз. Өте әдемі, ерекше салаттардың бірі. Мен өзіме бір жеп көргеннен ұнады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Дайындап көруге кеңес беремін. Келесі бауырдан өте әдемі, жасалу оңай котлет дайындайтын боламыз. Осылай ет тартқыштан бауырымызды осылай өткеріп алатын боламыз. Мен 2 сәбіз, 1 жуа қостым. Сосын 1 чеснок қосып, ет тартатынан өткеріп алдым. Bir чеснок қосып, осылай бәрін жақсылап өткеріп алдым. Араластырамыз. Үстіне 1 жұмыртқамызды шағып жібереміз. Үстіне тұз, паприка, қара бұрыш, қызыл бұрыштарды қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Астын үстіне қарай осылай жеңіл жақсылап араластыратын боламыз. Бауырды өте адам ағзасына өте пайдалы, қан гемоглобиніңізді көбейтеді. Осылай дайындап болғанымыздан 15 минуттай қоямыз. Қызып тұрған майда осылай онда қатты толтыруымыз қажет емес. Осылай табада аздап көп май құю қажет емес. Жұқарап саласыңыз қалың болып кетсе, піспей қалуы мүмкін ортасы. Егер томпақ қалың болып қалесеңіз, 2 жағын қызартып қуырып алып, мантоваркеге парлап пісіріп алсаңыз да өте әдемі шығады. Болмаса, немесе духовкада қалған пісірсеңіз де өте әдемі жақсы шығады. Bir жағы піскеннен кейін, екінші жағын осылай лопаттың көмегіменен аударып пісіріп аласыңыз. Бауыр болғандықтан бұл үгітіліп өте әдемі піседі. Кішкене сынып не істеп кетсе оған қорықпаңыздар. Бауырымыз өте дәмді, сочный болып пісетін болады. Осылай екінші жағын аударып аламыз. Bir жағын өзін 5 минуттай қойып пісіріп аламыз. Мен өзім жұқа болғанын қаледім, сондықтан өз қалауыңызша пісіріп алсаңыз болады. Өте пісіп шықты. Қалғандарында осылай пісіріп алатын боламыз. Котлеттерді күріштерменен дастарханға тартсаңыз болады.
мінекей дайын болды котлеттеріміз. Мен осылай қасына күріш пісіріп қойдым. Күріштің қалай пісірілуі менде видеода бар. Қасына піре қоссаңыз.